достар, сіздермен бірге біз бір үйдің балалары YouTube каналы. Мен Інжу, және менің сіңлім Маржан, және менің ағам Еркебұлан. Бүгінгі видео өте қызықты болады. Біз көкжасаровтардан видео көрдік. Біз соны ойнаймыз деп шештік. Вилка, ложка, палочка. Достар, қараңыздар мына вилканы. Біз кәдімгі қолданатын вилкаға ұқсамайды. Мамалардың үлкен вилкасы ас бөлмеде көп болады. Және тесік үлкен ложка. Бұлармен өте ыңғайсыз болады. Сондықтан біз видео палочкамен ұстап көргенсіздер ме? Мен біріншіден ұстайын деп тұрмын. Бұлар өте ыңғайсыз, бірақ ыңғайсыз болғанымен өте қызықты болады. Иә. Достар, біздің анамыз араластырды. 2, 3. Ал, кімге не зат түседі? Көрсетің. Ал, енді алдындағы бургерді. Алдындағы түсті қайта. Маған палочка. Інжуге ыңғайлы сияқты ғой. Иә. Жоқ, 2 палочкамен ұстайын ғой. Палочка деп тұр ғой, 2 палочкамен ұстайын. Иә, сол қолындағы құралмен. Інжуге ыңғайлы сияқты ғой. Мама, осыған бал береміз бе? Мама, сосын тамақ беремін. Мен берем 10. Жедің ба? Мен де ұстай аламын. Палочкамен. Мен енді бір түрлі. Қанша? 18. Бәрібір бетте бересің, сұрға шекендей. Дәмі. Маған 10. Жапырақ жемеймін. Қолмен болмайды? Бөліп кетті. Онда да ұстауға болмайды. Вообще, только алдында тұрған не бар сен? Еркебұланға ыңғайсыз, Інжуге ыңғайлы, Маржанға ыңғайлы ма? Ыңғайсыз ба? Бірінші турда мен ұттым дейсің бе? Бірінші турда енді ұтпады, күлкілі болды ғой. Ал енді екінші тур. Қазір. Ал достар, біз екінші турға көштік. Алдымызда тағамдарды суши, чикен және лаваш. Біз әдейі өздерінің орнына қойдық. Өйткені палочкамен суши жеген ыңғайлы, палочкамен. Ал мынада вилкамен чикен жеген ыңғайлы, бірақ лаваш жеген ыңғайсызырақ, бірақ болады. Бірақ біз қайсын кімге түсетінін білмейміз. Бізге қызық болып тұр. Ал, давайте қазір мен араластырайын. Ал, сим деп араластырайын. Кетті. Ал. Палочка! Ложка! Көрсетейін. Палочка! Достар, маған оңайлысы вилка. Маған палочка, достар. Мен палочкамен Маржан, саған палочка түсу керек еді. Кішкентайсың. Ой! Мен палочкамен от души ұстаймын. Міне, мен сұрай аламын, достар. Мен сиреп қалам. Ашысы бар екен. Соус кетіп қалған ба? Мен де же аламын. Кәні лавашыңды көрсетші, қандай лаваш? Ішінде не бар? Шашлик. Шашлычный ма? Міне, мен чикенмен ұстап алды. Інжу, сен палочканы күшті ұстайды екенсің. Негізі лаваштың шашлығы мен бургердің котлетінің дәмі бір болды. Маржанға ыңғайсыз болды ау. Өзімен бірдей болды ғой мынау. Тесік еще. Несі? Қасығы. Маған суши ұнайды, достар. Комментке жазып кетіңіздер. Негізі балық емес ол жерде. Тауықпен ғой, кәдімгідей. Балық болса вообще жей алмайды екенсіңдер ғой, иә? Балықпен ұнай ма сендерге? Цезарьдан басқасын жей алмаймыз біз негізі отбасымызбен, иә? Комментке жазып кетіңдер, достар. Қандай сушидің түрі ұнайды? Балықпен суши кім жей алады? Негізінде сол сушидің ішіндегі балық шикі ғой. Маржанға өшім ыңғайсыз болды, иә, Маржан? Ыңғайсыз іш балық қоям. Дәм бір түрлі әшесіне жемадым. 10. Мен 10-8 берем, өйткені бұл жерде мынау лаваш
градус болыпты. Ыстық жауғаннан 10 береді. Ыстықтай жеген кіші не? Жейші. Ал достар, енді біз 3-ші турға көшеміз. Кетті. Достар, мінекей біз 3-ші турға өттік. Бәрінде фри. Оны қоятынымыздар. Мынамен қайтып жеймізші. Еще соусқа батқан кезде болай соус номинал аузымызды көжереміз. Бәл естіміз. Короче, бізде араластырмай-ақ өзіміз таңдайық деп шештік. Ал неше таңдаймыз? Мен таңдаймын. Вилка! Қазір ғана өзің айтып жатыр. Қалай жейміз деп. Палочка достар ең оңайы. Вилка. Палочка бірақ мен ұстаймын. Не ұстай аламын енді. Кетчуп тал. Ал достар. Маржан күшті істеп алды. Соус. Адамның көзі Інжуге өте қызық қиын болып жатыр достар. Сен кетчуп қабатыр. Інжу, болмаса мен зор ойлап тұрмын. Маманнан былай істеп отырсам бола ма? Қалай? Да былай істеп тұрсам. Салда. Ой, достар, короче, мен фри, менді қап кеттім. Мен енді аламайын. Мына жақта хотя бы кетчуп бар екен, сонымен жеп алайыншы. Ағасы бар сен қол. Достар, маған бір ыңғайсыз болды. Адам құсап жей алмай қалды. Достар, маған ең оңай болды. Маған да. Інжудің несі фрилары қалып кетті соустың ішінде. Мистер. Ал келесі турға көшеміз. Достар, мінекей біз 4-ші турға өттік. Бізде бірде чипси салып. Бірақ біз қандай да Мәсаған мына кісі қалай жейміз? Чипсиіміз мұжық қалады ғой. Иә. Қызық болайын деп тұр. Чипсиді қасықпен, вилкамен. Қасықпен оңай сосын. Палочкамен олмай. Мынау енді қиын достар. Ал достар, мінекей. Енді біз таңдаймыз. Мен өзіміздің алдымызда қаламыз. Ал достар, 1, 2, 3. Ложка. Палочка. Вилка. Ложка. Ал? Аға, енді сізге тыңдырып тастағым. Жоқ, қазір көресің ба? Ондай жоқ менде. Міне. Маржан, сен уже жеп қойдың ба? Ыңғайлы ма? Міне. Қайтып алдың, қайтып көрсетші. Мен болай алған ғой. Арасына, иә? Мен алдым. Мама менің Күшті. Қандай дәм екен? Дәм ұнады ма? 5 бармақ. Да? 5 бармақ. Таптың, Маржан? Нан салдым ғой, үшеуіңе де. Олай 5 бармақ. 5 бармақ жеп атсыңдар ғой. Осында біздің досымыздың Расул деген бала ше, пермешел дейді ғой. 5 бармақ дейді. Пермешел дейді ғой. Еркебан саған оп-оңай болып те. Мен анау вилкамен ыңғайсыз боламан десем. Аман. Gel. Вау, достар, менде дәу чипси. Мен дәу чипсімді жеп қойдым. Достар, жапсы қалды. Жапсы қалды. Енді? Сіздер де ойнап қойыңыздар. Жаман қыз болады екен. Күлкілі әрі көңілді болады. Мендегі кішкентай Кейбіреулер палочкамен ұстай алмайтындар. Бүйтіп отырған шығар. Иә. Сен ыңғайлы ұстайды екенсің, иә? Маған палочка түспеді. Бір амалын тауып жеп жатырмын десей. Иә. Ал достар, біз чипсилерімізді істеп біттік. Өте дәмді екен. Енді біз келесі турға көшеміз.
Кетті. Енді мынандай жейсіңдер. Бірақ оның өзінің вилкасы болады, бірақ біз вилкамен жемейміз. Еще бұның игрушкасы бар. Бұл қыздарға арналған. Я. Оның көгі де бола ма? Бұл ұлдарға арналған түрі ғой. Қыздарға. Вау. Вау, достар. Күшті. Вилкасы. Бірақ не чесіне болады. Игрушкасы бар. Вау. Вилкасын бермеймін. Вау, еще мынандай Барби и билетігі бар. Вау. Сізде де чипалаға нөккөніңіздер көшікті шығады. Ал, енді. Ал достар, біз енді аламыз. Және де маған Вилка түсті. ложка. Достар, мінекей Палочка. ложка. Ал достар, қалай болады екен? Вау. Вилка оңай от, вилка. Ал достар, чоко балапан. Міне достар. Шоколадный. Бағана аш тамақтардан кейін машина кетті ма? Я. Мен палочкамды ұстай алам. Арман ложкаларын ұстап алды. Мәсінде де ложка. Бәріне, в общем, ыңғайлы болды ғой былайша, иә? Я. Еркебұланға шамал ыңғайсыздау. Біреуін іліп алсай, біреуін. Мына аяқ қызға, как всегда, нормально ғой. Зың-зың болды ма? Достар, бізге альбени түсті ма? Мен любимый шоколадым. Мынамен сосын палочкамен. Шли ыңғайлы деп айтамаймын, ыңғайсыз. Бағанда вилкамен ыңғайлы болады. Мынамен қиындырақ болады. Ал ендеше біз бастаймыз. Және бастаймыз. Вилка. Ложка. Палочка. Ложка. Палочка. Вилкамен краш кеттін жақты ғой. Апай, Маржан, не істеп жатыр Маржан? Шаймен ішкенге мощный. Сүт шаймен де қойсай. Бестің шаймен. Маржан Арман қабығын жеп жатыр. Ей, сенім менің, сенім. Наконец-то. Ұстай алдың ба? Нелерің, палочкалерің талтайып кетті. Альбенинің размеріне қарай. Достар, ең оңай маған болды. Маған да. Үнжуді күтіп отырмыз біз. Қалай болады екен? Қалай ұстап алды? Арман түсініп қойды ғой, да күліп жатыр. Әпшем қалай жеп жатыр деп тұр ғой, күліп сені мазақтап. Наконец-то кішкене жер бар емес. Ауырға салсын, онша істеймін. Палочка болса жеңіл. Ал біз достар келесі турға көшеміз. Қазір Достар, мінекей біз келесі турға өттік. Мамамыз бізге осындай пирогтар әперді. Ах, Исмай, маған красный бархат. Менде молочный девочка. Маған бопипай. Достар, енді бізде кімге қайсы түсетінін бірге білетін боламыз. Бірақ кейбіреумен ыңғайсыз, кейбіреумен ыңғайлы. Бірақ айтайын, мен гарантия мынамен ыңғайлы болады.
маған осы тіс Юкнен де ыңғайлы бүйтіп тығып жеуге жұмсақ қотыр. мен негізі былай тура былай жегенге ыңғайлы палочкаменен түсіп қалмаса болды. Тағы да бүйтіп қиналып отырамын ғой. Сізге қарақтар алдыңызға қойылды. Ал енді алатын боламыз. Ложка! Ложка, достар! Палочка! Келген алдында бізден яққа болады. Айбай. Бәле бағалы ең оңайы. Сондай шығар. Ұшақ кетті ма? Молочная девочка. Керемет екен дәм. Достар, ұстап алдым. Төрт бесті қиын екен. Не достар, не. Шоколадты күштерге. Ал достар, мен болдым. Мен де маған қатты ұнады дәмі. Сіздерге осы жерде қайсысын айтсам комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал достар, енді біз келесі турға көшеміз. Достар, міне біз ең соңғы келіп жеткен турға келдік. Ең соңғы турға бастадық. Жалғастыра бер. Ең соңғы турды бастадық. Иқасырға дамба жүреміз. Міне біз осындай балық, печенье, шоколадный, біз оны отбасымызбен жақсы көреміз. Күні біз әр продуктыға барған сайын алып отырамыз. Ал енді біз оларда қайсымен түседі, соны үйрететін боламыз. Маған негізі ең ыңғайсызы мынау болайын деп тұр ғой. Сол, маған мынау Ал достар, ложка! Вилка! палочка. Ложка. Тұрмаймын ложка. Құдай амай, бірақ сонда да бірдей ұқсады. О, күшті. Інжу, қалай істедің? Бұлай көзімізді аңдап ашамыз. Дәлдей тұрамыз. Бөліп қалып болмайды. Бүйтіп жесек те болады. Мен бір қалып тастап алдым мынандай. Мынандай шетіне Ана не ғой, суда балықты аулап барып жейсің ғой, тура сондай болды ғой. Балық аулап атсыңдар. мен бір қалып тастап Қармақ. Маржанның қармағы да өзінен деді, иә, ау. Міне қазір мынандай шетіне тұрамын да, кішкентай жіңішке жеріне. Күшті. Лайфхак. Інжу, Мынау алып просто былай жүңк еткізіп. Ойбай, ананың түрі шоколад адамға. Беріңдер, мен тұрмын бірақ масқара. Беріңдер. Енді вообще қызық болайын деп тұр келесі тур. Мен оп оңай. Аласың қолмен. Аласың қолмен. Ойынға қатысып атқан жоқсың ба? Мына палочка деген де шоколад тастады ғой. Достар, біз бағана ең соңғы турды болдық. Мам бізге ең соңғы тур емес, тағы бір тур қосып сюрприз жасапты. Еще білесіздер ма, чупа-чупспен біз оны қалай ұстаймыз, мама? Ал, давайте. Жейміз қазір. Не түседі? Вилка түссе, вилкамен чупа-чупс жейсің. Ложка түссе, ложкамен. Палочкамен түссе, палочкамен жейсіңдер. Қызық болайын деп тұр ғой, өшім. Ал, давайте, кеттік. Нұриса араластырып қойды. Ал достар. Әркім өз несінде тұр ғой. Ал, давайте. Кто хочет чупа-чупс? Я. Она сразу жабысып отыр ғой. О, Маржанға күшті. Бірінші, Маржан бірінші. Тағызың дәмі. Бәр нәрсе негізі икемді болса адам соғұрлым ойлап табады екен, әйтеуір бір жеудің амалы. Мен сияқты болсаңдаршы. Мә, інжу, күшті. Мен сияқты болсаңдаршы. Маржанына тесігіне сақ қойсайын. Ордасында әйтпесе ыңғайсыздық қалады ғой.
Мына ағамдікі иісі жарып жатыр ғой. Кола ма? Мен сияқты болсам да ше. Қандай тамақ? Қандай тамақ? Яблоко. Мен саған. Маңғая. Ше Кока-Коланы алмаған екен. Өкінбеңіз, Інжу ханым. Қолымда. Өміріңіз әлі алда. Болашағыңыз алда. Болашақта талай чупа-чупс жейсіз. Ал достар, біздің соңғы тур аяқталды. Достар, мінекей біздің де ең соңғы турымыз аяқталды. Достар, сіздерге видео ұнаса лайк басып, подписать етіп, коммент жазып кетіңіздер. Сіздерге қай тур ұнады, соны комментке жазып кетіңіздер. Және де бұл видео туралы ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мысалы, маған чипсыдағы тур ұнады. Өте қызықты болды. Достар, маған балық печенье. Достар, маған осы тур ұнады. Сіздермен бірге болған біз бір үйдің балалары.